Достар, барлығымызды YouTube қараған ұнататын шығармыз. Мен өте қатты ұнатамын. YouTube'қа кірмеген күн менде болмаған шығар. Сол себепті сіздерге қызықты болсын деп, бүгін мен сіздерге өзімнің YouTube достарым жайлы айтатын боламын. Иә, олардың барлығын мен шын өмірде кездестірген жоқпын, бірақ интернетте сөйлескенбіз. В общем, бір-бірлерімізді танимыз. Ескертіп қойын достар, бұл топта тек қана қазақ ютуберлерін айтатын боламын. Ал кеттік. Қазақстандағы ең көп подписчигі бар арна Puzzle'дан бастайық. Puzzle'да қазір сіздер білмесеңіздер 1 миллиондай тіркелуші бар. Иә, бұл шынымен де қазақ ютуб үшін өте керемет көрсеткіш. Қазақ ютубын дамытып жатырған арналардың бас арнасы деп айтуға болады. Сол үшін оларға респект. Мен жиі қарап отырамын видеоларын, қызықты және пайдалы ақпараттар өте көп. Puzzle командасынан мен тек қана әділмен жақсы сөйлескенмін. ВКонтакте сообщениялар арқылы сөйлескенбіз кезінде. Келесі ютубер бұл Темірлан болады. Айтпақшы достар, Темірлан біздің арнаны қарайды және арасында комментарий жазып отырады. Темірлан, қарап отырсаң, саған сәлем. Біздер баяғыдан таныспыз достар. Темірланның контенті туралы айтатын болсақ, ол өте қызықты және ешқандай іш пыстыртпайды. Әр видеосында неше түрлі челлендждер, эксперименттер жасайды. Әрине бұл көрермендерге өте қызық. Темірлан балаларға не қызық екенін біледі және бұл әрине жақсы. Сонымен қатар Темірлан арасында музыкамен де айналысып отырады. Не айтсам болады? Әрине сәттілік оған және өнері алға қарай баса берсін. Али кезет. Сіздер қазір түсінбей отырған боларсыздар. Али қайдағы сенің досың деп. Бірақ негізінде біздер кезінде Q-Style'да болғанда барлығымызда дос болдық. Алайда кейін Q-Style командасы жабылғанда Али кезет барлығымызбен араласпай қалды. Сол себепті досым болды ма десеңіздер, иә болды. Бірақ қазір әрине олай емес. Қазір Q-Style'да барлығы өз жолымен кетті. Аликтің контент туралы айтатын болсақ, ол маған орташа деп айтуға болады. Кейбір видеоларын қараймын, ал кейбір видеоларын жоқ. Негізі Али кезет өзінің көрермендеріне жақсы контент жасайды. Сол себепті ол өте атақты. Нұр Channel мен арасында сөйлесіп отырамын. Әрине тек қана сообщениялар арқылы. Нұр Channel арасында өзі де жазып отырады маған қал жағдайды сұрап. Достар, сол үшін оған респект. Қанша жерден подписчигі менен көп болса да, арасында маған сообщение жазып отырады. Нұр Channel'дың контент туралы айтатын болсақ, о да жақсы. Превьюлары, видеолары, мен ойымша өзінің көрермендеріне өте қызықты және сапалы. В общем, Нұр Channel, саған сәттілік. Так, осымен әзірше жарайды деп ойлаймын достар. Достар, негізінде менің YouTube достарым өте көп. Бұл тек қана бір 5% шығар солардың. Мен барлық YouTube достарыма мультфильм жасай алмаймын, өйткені бұл өте ұзаққа созылып кетеді. Сол үшін әзірше осыны алыңыздар. Бірақ егерде бұл мульт 2000 лайк жинаса, мен сразу жаңа мульт шығарамын. Шын айтам, броулар, 2000 лайк жинап тастайық, мультты сразу атып шығарамын. Міне кам, 2000 лайк жиналды ма, міне сразу видео атып шығады сіздердің көздеріне. Мен үшін сіздердің активностьтарың бұл өте керемет мотивация. Сол үшін тіркелейік, лайк басайық, ал давайте. Ал енді әдеттегідей фанарттар. Дархан Жоламан, Али Каракулов, Ерасыл Советжан, Абухайыр Досанұлы, Раха Исмагул, Мырзахан Бақберген, Майкей, Дін Мұхаммед, Бека Шоу, Бомбомчик. Міне осы адамдардың барлығына алғысым шексіз. Достар, фанарттарыңыз өте қызықты шықты. Достар, тағы да суреттерім болса, біздің группаға лақтырыңыздар. Ссылкасы әрине описаниеда болады, және де группаға тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Группада неше түрлі опростар жүріп тұрады. В общем, группаға тіркеліп кетіңіздер. Достар, сонымен қатар сіздерге айтар өте маңызды жаңалығым бар. Өмірінде бірінші рет достар, біздер достарымызбен бірге қосылып интернет дүкен аштық. Бұл интернет дүкенде достар, сіздер неше түрлі қызық заттар ала аласыздар. Геймбойлар, пиндар, наклейкілер, неше түрлі қызықты гик товарлар барлығы да осы жерде болады. Төменде ссылкада Instagram болады біздің магазиннің, сол жерге тіркеліңіздер және қызықты заттарға заказ беріңіздер. Ешқандай өкінбейсіздер, товарлар бәрі өте керемет сапада. Заказ беріңіздер және бізді қолдап кетіңіздер. Бұл біздің ең бірінші рет ашып отырған магазиніміз. Ал келесі кездескенше.